Әрине, көптеген отбасылардың сүйікті үй жануарлары бар. Олар сіздің өміріңіздің бір бөлігіне айналады. Сіз олармен сөйлесесіз, оларды жақсы көресіз, және оларды кез келген жерде өзіңізбен бірге алып жүресіз. Олардың сізбен бір төсекте жатқанына да қарсы емессіз. Бұл ұқыпты мысық немесе жақсы күтімді ит болса жарайды. Алайда, экзотикалық жануарлармен ұйықтайтын адамдар да бар екен. Бұл әйелдің әңгімесі маңызды ескерту сияқты. Қалай болғанда да табиғатта жыртқыш аңдар күтпеген тосын сыйлар жасай алады. Әйел күнде питонмен бір төсекте ұйықтаған. Бір сәтте болған оқиға оны өз қалауын қайта қарауға мәжбүр етті. Мұның бәрі әйелдің үй жануарын алуды шешіп, үйге мысықтан, хомяктан немесе папугайдан гөрі ерекше біреуді кіргізгісі келгеннен басталды. Және таңдау бірден питонға түсті. Қыз өз жыланына ессіз ғашық болды. Ол оны өзімен бірге барлық жерде алып жүрді. Және олар бірге ұйықтады. Ұзындығы 5 метрге жуық питон әр түні өз иесін басынан аяғына дейін орап алып, екеуі осылай ұйықтаған. Бірте-бірте бұл әдетке айналды. Егер оның сүйікті жануары қасында болмаса, әйел ұйықтай да алмайды. Оның достары мен таныстары таң қалуын жасырмады. Қауіпті 5 метрлік жылан адамның жанында мысық немесе ит сияқты ұйықтады. Достары әйелге бұл қауіпті болуы мүмкін екенін жиі еске салады. Бірақ ол оларды тыңдамай, питон оған ешқашан зиян тигізбейтінін айтты. Бәрі жақсы жүріп жатқан сияқты еді. Бірақ біраз уақыттан кейін қыз оның үй жануарынан айтарлықтай салмағын жоғалтқанын байқады. Ол оның қанша жейтінін мұқият қадағалай бастады. Және жыланның тәбеті айтарлықтай нашарлағаны белгілі болды. Көп ұзамай жылан тамақтан мүлдем бас тартты. Кейбір питондар мен боалардың бір ай бойы тамақсыз жүре алатыны белгілі. Бірақ қыздың есептеуі бойынша оның үй жануарының аштығы 10 аптадан астам уақытқа созылды. Осыдан кейін олар ветеринарға баруға мәжбүр болды. Үй иесі қатты уайымдады. Егер жылан тамақтанбаса және іс қайғылы аяқталса, оның не болатынын елестете де алмады. Бақытына орай, маман өз ісінің нағыз шебері болып шығып, мәселенің неде екенін тез анықтады. Ол әйелдің күн сайын түнде өзімен бірге питонды төсекке апаратынын және сол жерде оны бастан аяғына дейін жауып тұратынын білгенде, ол оған таң қалдыратын нәрселерді айтты. Жылан тамақтан бас тартқан себебі ол үлкен асқа дайындалып жатыр. Ал питон адамға соншалықты жақын болғандықтан, ол өзінің иесін жеу өте жақсы шешім болады деп шешті. Адам үлкен олжа болғандықтан, жылан кем дегенде 1-2 ай бойы аштықты қажет етеді. Шошынған үй иесіне, егер ол сол кезде көмек сұрамаған болса, көп ұзамай мүмкін түнде ұйықтап жатқанда үй жануарына арналған дәмді тағамға айналатынын хабарлады. Сонда ғана әйел болып жатқан оқиғаның қауіптілігін түсініп, достарының ескертуін есіне алды. Осы уақытқа дейін ол өзінің үй жануарынан ешкімге зиян тигізуі мүмкін деп ойлай алмады. Бұл оқиға үйінде экзотикалық жануар болуын армандайтын және онымен бір төсекте ұйықтаудың қауіптілігін көрмейтіндер үшін ескерту. Егер мысықтың орнына адамды толығымен жұтып қоюға қабілетті 5 метрлік питон алса, мұндай шешімнің барлық ықтимал салдарын толық білу керек. Ол не дегенмен мәңгілік жылан болып қалады және иесіне олжа ретінде қарауды тоқтатпайды. Егер сізге бұл оқиға ұнаса, лайк басып пікірлеріңізді жазыңыз және осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Қош, сау болыңыз.